Үндістан дегенде ойымызға бірден олардың түрлі түсті киімдері, көп құдайлары және әрине би мен әнге толы бір түрлі кейде күлкілі фильмдер түсетіні рас. Сонымен қатар сиырды қатты қастерлейтіндіктері, дәмдеуіштер мен специялар бар. Одан бөлек Үндістан халық жағынан әлемде екінші орында екені кедейлердің тым көптігі есімізге түсуі мүмкін. Жалпы айтқанда, Үндістан дегенде көзімізге түрлі түсті шығыстық ертегі елестейді. Ертегі екендігі бәлкім рас шығар, бірақ адамның жанын түршіктіретін ертегі. Менің атым Сәнім. Бұл ақпараттық танымдық білесіз бе YouTube арнасы. Қош келдіңіздер. Бүгін біз ғажайыпқа толы үнді жеріне саяхатқа аттанамыз. Өзен жағасы абыздар әндетіп тұрып дұға жасауда. Ұзынан ұзақ лапылдап жанып жатқан мәйіттер. Жағалаудағы шіріген өліктер және оларды жеп жатқан иттер. Бұл үнділердің жұмағы киелі Варанаси. Фильмдегі Үндістан мен өмірдегі Үндістан екі бөлек әлем. Әзірге арнама жазылып, осы видеоға лайк басып қойыңыздар. Ал біз бастадық. Ганг өзенінің жағасында орналасқан Варанаси қаласы. Индуизм дінінде өте қасиетті қала. Сондықтан аталмыш дін өкілдері жыл сайын ағылып, осында өзіндік бір қажылыққа келеді екен. Индуистер үшін Ганг өзені жұмаққа апаратын жол болып есептеледі. Сондықтан көпшілігі мұнда ақтық сапарға шығуға келеді, яғни өлуге. Мұндағы храмдарға Үндістанның әр түкпірінен ағылып келіп, өмірінің соңғы күндерін өткізеді. Көбінесе қарттар мен жазылмайтын дерттерге шалдыққан адамдар келеді. Осында сыйынып, Шива құдайынан жасаған күнәлары үшін кешірім сұрап, өлімді күтіп отырады. Бұл адамдарды Кашиваси деп атайды. Бірақ бұл жерде 15 күннен артық тұруға болмайды. Егер Кашиваси 15 күнде өлмесе, оны қуып жібереді екен. Осында тұрғаны үшін ол күніне 20 рупия ақша төлейді. Яғни күніне шамамен 120 теңге. Өлімге негізделген қатыгез бизнес секілді. Бірақ барлық үнділердің мұндай қаражаты жоқ. Жағдайы жоқтар тікелей Ганг өзенінің жағалауына келіп, сонда түнеп өлімін күтеді екен. Индуистік дәстүр бойынша мәйітті күлге айналғанша өртеп, күлін Ганг өзеніне ағызып жіберу қажет. Алайда адамды күлге айналдыру өте қиын процесс, өте көп отын қажет. Ал отын Үндістанда өте қымбат. Сондықтан мәйіт өртеу рәсіміне тек байлардың ғана шамасы жетеді. Ал кедейлерді көбінесе азын-аулақ отынмен жартылай өртейді де мәйітін Ганг өзеніне ағызып жібере салады. Ал мүлдем ақшасы жоқтардың мәйітін өртемей-ақ өзенге тастай салатын көрінеді. Нәтижесінде Ганг өзенінде қаптап жартылай өртенгенде, өртенбегенде шіріп жатқан мәйіттер қалқып жүреді. Тапқырлар туысқандарының мәйіттерін қапқа салып, ішіне тас толтырып өзенге батырады екен. Алайда уақыт өте қап шіріп, мәйіттер бәрібір су бетіне шығады. Содан соң ағыспен өзен жағалауына тоқтайды. Оларды жергілікті қаңғыбас иттер талап жеп, сүйектерін жағалауға шашып тастайды. Өте қорқынышты көрініс. Алайда бұл үнділер үшін қалыпты көрініс. Ганг өзені қанша қасиетті болғанымен, жергілікті тұрғындар бұл өзенге дәрет те сындырады. Дәретханалардың қалдық ақпа суларын ағызады. Сонымен қатар, жергілікті фабрикаларда осында қоқыс пен қалдық лас суларын ағызады екен. Сондықтан Ганг өзені әлемдегі ең лас әрі қауіпті өзендердің бірі. Бірақ үнділер бұл қауіпті нәжіс пен өлік қаптаған өзен суын іше береді және оған шомылады да. Ресми деректерге көз салсақ, Ганг өзеніне жылына 700 миллионға жуық адам шомылады екен. Оның ішінде 2 миллионға жуық балалар. Статистикаға жүгінсек, осы судағы қауіпті бактериялардың кесірінен жыл сайын 400 мыңға жуық бала қайтыс болады екен. Жергілікті үкімет бұл жабайы ғұрыппен күрессе де 5000 жылдық діни нанымдарды жеңу мүмкін емес. Жергілікті абыздар барлық статистиканы да, медициналық сараптамаларды да жоққа шығарып отыр.
Керісінше, халыққа өзеннің суы қауіпсіз екенін алға тартып, камера алдында демонстративті түрде өзен суын стаканмен ішуде. Әлемдік денсаулық сақтау ұйымы қанша жыл байбалам салса да, жергілікті үкімет міз қақпай отыр. Мүмкін халықтың қаһарынан қорқады. Бәлкім осылай тым көбейіп кеткен халық санын азайтқысы келе ме? Белгісіз. Осымен Үндістанға саяхатымыз тәмам. Бұған дейін Варанаси немесе Ганг өзені жайлы біліп пе едіңіз? Болашақта үнді жеріне саяхаттауға барғыңыз келе ме? Пікірлеріңізді күтем. Ауырмаңыздар.